әлемді таныған кезде жоқ әлде денесіне тәуелсіз позицияда қимылдай ма деген сұрақ. Сол ойланып отырады. Декарт айтады. Адамның ақыл ой сана сезімі сондай құдіретті жаратылған зат, ол денеге тәуелді емес. Денеге қандай өзгеріс келсе де, ол өзінің тәуелсіздігін сақтап, дүниені танып, ақпарат суып тұра береді деп айтқан. Былай қарап тұрсаң, басында бір жақсы жаңалық, ақыл парасатты жоғары биікке көтеріп тұру, мысалы, денеге тәуелсіздік. Бірақ артынан бәле шығады бұның. Ол бәле неден шығып кетеді? Ол мына қазір өздеріңіз көріп жүрсіздер. Оны ғылымдан қараңыздар. Субъект пен объекттің дихотомиясы деп айтады. Түсініксіз, мен де түсінбейтін тұғым, зорға сұрап түсіндім. Ол мынандай нәрсе. Субъект деген ойланып, дүниеге қарап сұрақ қойып, мынау не деп тұрғанды субъект деп айтады. Ал мені тап, мен не үшін жаратылдым деп саған сұрақ қойып тұрған заттардың бәрін объект деп айтады. Енді екеуінің жарылу деген не деген кезде адамның өзінің денесі өзіне объект болады да, бұл не, мына қолым не, басым не, көзім не деп өзіне өзі сұрақ қойып тұрғанды субъект деп айтады. Дихотомия деген екеуінің екіге бір болып тұрған заттың екіге жарылып кетуі. Жарылып кету деген сөз мынандай нәрсе шығады. Мына денемді қалауымша өзгертіп, операция жасап, мынаған әртүрлі эксперимент жасап, қолыма наколкалар салып, әртүрлі суреттер сақтайтын болсам, менің ақыл ой сана сезім парасатыма зиян келмейді. Ақылым тура сол бұрынғы режимде жұмыс істеп тұра береді деп ойлау. Бұдан шығады, не шығады? Пластикалық операциялар шығады. Сүйектағыны Европада өзінің Құдай жаратқан бейнесіне разы емес, Құдай жаратқан жынысына разы емес адамдар алаттағын қабағын тіледі, астын тіледі, бетін тартқызады, мойнын тартқызады, әжімдермен күресеттағыны. Ол дамып келеді да, ең соңында өздеріңіз білесіз, ботокспен аяқталады. Еріндерін бәрін дүрдитіп, бетке бәрі салып тастайтын осы отырады. Сөйтсе, оказывается, дүниені тануға екеуі бірге қатысатын болып шықты, ол нейробиология пашаған шығарып, 21-ші ғасырда оның бәрін талқандап, оны дәлелдеп тастады мысалға. Болды, бұдан былай дене мүшелерімен ойнамаңдар. Дене мүшелеріңе эксперимент жасамаңдар. Егер соның бәрі қос кеуделіктен шығып отыр, ана кішкентай кезіндегі берілмей қалған тәрбие есейе келе өзінің денесіне өзі эксперимент жасайтын адамдарды шығараттарына, сен тағы да надандыққа, тағы да топастыққа, тағы да өміріңді босқа жіберетін, ұйыққа тағы да түсіп кетесің ана жерден. Соны енді ана неғып сұрақ жауап деп жазып қойды мына жерге. Соны бұны анализ жасап жатқан кезде, экзистенциалдық анализ дейді, ролы не ғой деп жазатын. Болды, бұдан енді Европаның халқы шыға алмайды дейді, эпоха пустак деп жазады. Не үшін десе, мына субъект пен объекттің арасында пайда болған сызатты толтыра алмайсың дейді. Сен Европаның халқы ғылымға тартады ғой, жатып алған мына сәл бірден болса ақылдары шыңдай береді. Сөйттағын тек мындай ғылыммен дәлелдейтін нәрсеге отырып алғаннан кейін даналықтан құрғалаттарын өзінің денесіне өзі жауып шығатын себебі сол бұлардың дейді. Енді бұдан шығатын жол бар ма десе, бір ғана жол қалды. Ол не десе, восточный мудрость, шығыс даналығымен синтездеу керек та, ана дихотомияны бітеу керек дейді. Бітейін десе, өздерінің христианстық ценностарына бітемейді десе, оларға бәлеу жасау троица. Ана Құдай үшеу, святой дух, повелевающий дегендерін қабылдамайды адамдар. оның орнына шығыс даналығы жақсы дейді. Енді бұны мен оқимын. Сөйтемін да айтып, давай қазақтарды қос кеуделіктен қалай құтқаруға болады? Мына өздері жазып жатыр, шығыс даналық құтқарады деп. Сен қазақсың. Қаласында өзіңнің ата-бабаңнан қалған құндылықтар әлемін апарып қопарасың ана жерден. Қопарсаң, сенің дене мүшеңмен ойнауға мүмкіндік бермейтін жап-жақсы ғылым тұр. Ол не? Маңғыстаудың жырларын оқысаңыздар, дене мүшеңнің бәрін сакралдап тастайды. Әріпте 29 келеді, вау, сол кезде жеті мүшең өзіңе жау, қылығың бұл дүниеде жақпаса егер қимылдап аузы басын қылады дау деген жырларда кездеседі ғой. Соның бәрі өлгеннен кейін көз барады да Құдайға барып жаңағы шағым айтады дейді ғой. Мен негізі тек қана сұлулықты көретін көз едім, оңбаған барып та түнімен порнография көріп істеп, мен қорлады деп айтады. Құлақ, әйелдердің құлағы көбірек шағымданады деп айтады, мен білмеймін енді. Көреміз өлгеннен кейін. Әйелдердің құлағы шағымданады ма еркектер? Мен негізі тек қана шырынды құнар әңгіме тыңдауым керек еді, мынау барып тағы жаңағыдай өсекке салып жіберді мені. Енді еркектердің тілі барып шағымданады деп айтады. Мен негізі тек қана хикмет сондай доқыр төгетін сондай логос сөйлететін сайман едім, алып та мен орыстың боқтық сөздерін мен сондай жұмысқа апарып салып деп. Асқазан бар, ол шағым айтады. Негізі мен тек қана адал спортым көреді, оңбаған үстіне спирт төгіп жүреді деп айтады деген әңгіме бар. Енді соны құтылудың осы моральды сіңіріп алдым ғой оңай жолы. Түк те қиындығы жоқ. Сіздер қазір ойлап қалмаңыздар. Мен 6 жасар, 7 жасар балаға үйрету керек деп айтып жатқанда, маған қатысы жоқ. Мен жасым уже 60-та келіп қалды. 6 жасар балаға арналған екен ғой демейсіз. Задним числоны толтырасыз. 60 жыл кешігіп толтырасыз ананы. Үйіңізге барасыз, енді есейіп кетсеңіз намыстануыңыз мүмкін енді жаңағы кішкентай бала ұқсап үйіңізге бар. Басыңда не бар? Тәждәулет, көзінде не бар? Мұхаммед деп жаттап отыруға. Онда оңаша отырасыз.
егер қазақша тәрбие болсын беретін болсаң қайтадан дене мүшеңнің бәрін саған ойнауға мүмкіндік бермейді. Мынаның бәріне сакральды ұғымдардың бәрін жүктеп ұстайды дағы аяғыңды қолыңды байқап пайдаланатын бар. Яғни сенің басыңды көрінген жерге апарып мас болып соға беретін нәрсе емес. Сенің басыңда Тәж Дәулет бар, көзіңде Нұрмұхаммед бар, құлағыңда Азам Қалмет бар, бетіңде ол ботекс салып ойнайтын жер емес. Сенің бетің негізі иба әдеттің айнасы. Бетіңде ұялған кезінде қызарып шығып тұратын сондай реакция болу керек. Бетінде иба әдет бар, тілімде кәләм шахадат бар, кеудемде жан аманат бар, білегімде дидар талап бар, жанымда мейір махаббат бар, рухымда жаңағы сабыр қанағат бар, жүрегімде зікір салауат бар, қолымда хайыр сахауат бар, аяғымда жол шариғат бар деп. Осының бәрін ана жерде үйретсең, қуыс кеуде де болмайды, басқа да болмайды. Есейгесін жаңағыдай далбастап бетін көзін тіліп укол салып отырмайды ол жерден. Ішкі құндылық сені аңды деградацияға жібермей тартып ұстап тұрады. Жалпы енді адай айту мүмкін енді ойбай сонда сұлу болмаймыз ба не деген сияқты. Сіздер еш уайымдамай қойыңыздар. Егер сіздер біреудің қуанышын бөлісе алатын бір коллегаңыз бір қандай да жетістікке жеткен кезде соны мақтап пост жаза алатын, іштарлығыңызды тыйып, ішіңіздегі күншілдігіңізді, дертіңізді жеңе алатын болсаңыз, Құдай ақы деп айтайын, сіздің ішкі сұлулығыңыз сыртқа тебеттағы, сіз өте тартымды әйелге айналып шыға келесіз. Сондықтан қазақта іші тар қатын ұтылмайды деп айтатын себебі сол, сыртынан шығып тұрған нәрсе. Сондықтан, бұл нормальный нәрсе осындай. Кеттік жіберіңіздер. Міне жаңағы, егер есейгеніңізге қарамастан, осы кішкентай кезіңізде кетіп қалған кеңістіктің бәрін, қуыстың бәрін мен толтырамын енді. Соның бәрін кішкентай 6 жасар баламен жағаласып отырып жаттаймын, жасым 60-та келген кезде десеңіз, құтыласыз. Егер істемеймін деймін, мен мысалға сіздермен осыны айтып тұрған ойлап қалмаңыздар, мына Санжар кішкентай кезінде жаңағы 5 жасында бұны әкесі үйретіп ұстаған екен деп. Мен бұларды үйреніп жаттағаным мына кешегі әдейі нәпсіден шығарған кезде жаттадым. Бұл кезде менің жасым 40-та тұрмын. Сонда мен 40 жасында үйреніп жатырмын. Сонда 40 жыл кешік үйренген заттар. Бірақ ничего страшного. 40 жыл кешіксе де үйреніп алғаннан кейін ол саған нормально көрініп кетеді. Сондықтан сіздер де уайымдамай қойыңыздар. Егер үйтпесе не болады деген кезде, онда мынандай боласың. Раздробленность личности деген осы. Мына қазіргі мына күйеулерімізді әсіресе әйелдердің түсінбейтін себебі сол. Не керек екенін өзі білмейді. Бүкіл жағдайын жасап қойсаң да 3 баласын, 4 баласын әйелді тастап кетіп қала береді. Не үшін ана істе бөлшектеген кезде, existential pain деп айтады, істен сырқыратып бос кеткен уақыттың бәрі сыққан кезінде өмір бүкіл қызығының бәрі сарқып тауысып қалған сияқты болады дағы. Жас әйелге үйленсе, өмір басынан бастап қайтадан реттеліп, күшті болып басталатын сияқты. 22-23 жасар бір қыздың басын айландырып алады да, семьясын тастап кетеді. Сосын екі қатын алғанның дау үйінде, жаман қатын алғанның жау үйінде, бірінші әйел шекер, екінші әйел бекер, бәйбіше Құдайдың бұйрығы, тоқал ешкімнің құйрығы болып кетесің. Жібер.